Армысыздар, өнегесі мен өнері, ақылы мен санасы, салды мен дәстүрі, әдебі мен ғұрпы бойына дарыған қайсар қазақтың ұрпақтары. Тарих ғасырлар куәсі. Қазақ хандығының 555 жылдығына арналған бейне ролигі. Қазақ сұлтандары Керей менен Жәнібек 1465-1466 жылдары Моңғолстан ханы Есенбұғаның қол астынан бөлініп, жеке дара талас құрылтайын шақырып, қазақ хандығының негізін салды. Ел үшін ерен еңбек еткен ер бабаларымыз алашымыздың айбынды боп, жеке дара ертеңге кемелді болашақты керегесі кең, терезесі тең, алты қанат ақ орда тігіп, бар қазақты береке бірлікке, батырлыққа, татулыққа шақырды. Бұл қазақ хандығының ішінде қазақтың көрнекті тұлғалары, Шыңғыс тұқымдары, жошы ұрпақтары қазақ еліне хандық құрды. Сол хандықтан Қасымның қасқа жолы, Есімнің ескі жолы, Тәукенің жеті жарғысы тарих бетінде заңдай қабылданып, салттай сақталып қалды. 300-дің басын қосқан Абылай ханда 300-дің қазағын береке бірлікке шақырып, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарды. Қазақтың соңғы ханы Кенесары да елдің азаттығы үшін, қазақ елі басқаларға бодан болып кетпес үшін қайсарлықпен күресті. Қазақ хандығының 550 жылдығы осыдан 5 жыл бұрын көне Тараз шаһарында тойланып өтті. Бұл қазақ хандығы тойлануының жас ұрпаққа берер білімі де, ілімі де, байлығы да зор. Келешегіміз кемелді болу үшін өткенімізді ұмытпай тануымыз керек. Және де ел үшін тұлпар мініп ту көтерген тұлғаларымызды ұлықтауымыз керек. Сол мақсаттан қазақ хандығының 555 жылдығы әлі де ел үшін өзіндік тарихи ғасырлар куәсі екенін дәлелдеп келеді. Біз өткенімізді ешқашанда ұмытпаймыз. Кешегі бабалардың ақ жолынан айнымайтын, елім дейтін, жерім дейтін қазақ жастары, ертең елдің болашақ батырлары көп болсын. Назарларыңызға рахмет.